Хайырлы күн баршаңызға. Тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі узордың тоқылу үлгісін көрсетемін. Бұл узор 3 ілмектен тоқылады және ортасында 2 симметрия ілмегі болады. Теріс жағынан осылай көрінеді, оң жағынан узор осылай көрінеді. Өте әдемі узор, тоқылуы қиын емес. Бұл узормен шапка, береткі тоқсаңыздар әдемі түседі, және де кофта, кардиган тоққанда резина орнына тоқсаңыздар да өте әдемі көрінетін болады. Мен бізімізге 19 ілмек іліп алдым. Енді узорды бастап тоқимыз. Четкі ілмек, одан кейін 2 теріс ілмек, бұл симметрия ілмегі. Жіп тоқыманың алдында 2 теріс ілмек, одан кейін 3 оң ілмек, 2 теріс ілмек, 3 оң ілмек, 2 теріс ілмек, 3 оң ілмек, 2 теріс ілмек және четкі ілмек. Енді бұл тоқыманың теріс жағынан ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. 2 оң ілмек, 3 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 3 теріс ілмек, соңында 2 оң ілмек және шеткі ілмек. Осылай тоқып алдық. Енді узорды тоқимыз. Ортадағы симметрия ілмектер тоқыла береді. Бұл симметрия ілмегін өз қалауларыңыз бойынша 1 ілмек, 2 ілмек, 3, 4 ілмек деп тоқи берсеңіздер болады. Негізгі узор осы 3 ілмектен тоқылады. Енді міне узорды тоқимыз. Узор осы 3 ілмектен тоқылады. Соңғы 3-ші ілмекті осылай алдына шығарып 1 ілмек тоқимыз. Осылай 1 ілмек тоқимыз да, одан кейін 2 ілмекті осылай оң тоқи береміз. 2 теріс ілмек, узор. Бұл узорды міне 3-ші, 1, 2, 3-ші ілмекті осылай. Бірақ бізден шығармаймыз. Осылай алдына тартып аламыз да 1 ілмек тоқимыз. Одан кейін іштегі 2 ілмекті тоқимыз. 2 теріс ілмек, 3 ілмек, 3-ші ілмекті бізден босатпаймыз. Алдына шығарып, немесе мына 2 ілмекті осы 3-ші ілмекпен осылай орап аламыз. 2 ілмекті оң тоқимыз. Және симметрияның 2 ілмегі, соңғы ілмек. Осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың теріс жағынан ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқи береміз. 2 оң ілмек, 3 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 3 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 3 теріс ілмек, 2 оң ілмек және четкі ілмек. Осылай тоқып алдық. Енді оң жағынан тағы да узорды тоқимыз. 2 теріс ілмек, одан кейін 3 ілмек, осы 3-ші ілмекті осы 2 ілмектің алдына шығарамыз. Алдына шығарамыз да бұл ілмекті осылай тоқимыз. 2 ілмекті тоқимыз. 2 теріс ілмек, 3-ші ілмек, 1, 2, 3-ші ілмек. Осы ілмекті
2 ilмектің алдына шығарып, бір ilmek тоқимыз. Және 2 ilmekті тоқимыз. 2 теріс ilmek, узор, 1, 2, 3 ilmek тоқыдық. Міне осылай тоқып алдық. Енді теріс жағынан ilmектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. 2 оң ilmek, 3 теріс ilmek, 2 оң ilmek, 3 теріс ilmek, 3 теріс ilmek, осылай тоқып алдық. Енді бұл тоқыманың оң жағынан тағы да узор тоқимыз. Үшінші ilmek алдына тартып, 1 ilmekті тоқып, 2 ilmekті тоқимыз. 2 теріс ilmek, 3-ші ilmek, 2 ilmектің алдына шығарып, осылай 1 ilmek тоқып, 2 ilmekті тоқимыз. 2 теріс ilmek, 3-ші ilmekті 2 ilmектің алдына шығарып, 1 ilmek тоқып, және 2 ilmekті тоқимыз. Осындай әдемі узор тоқылады. Енді теріс жағынан ilmектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз дағы, оң жағынан тура осылай тоқи береміз. Өте әдемі узор. Енді бұл жерде түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.